Selam dostlar, men kanalıma hoş geldiniz. Bugün men Ahmet Canım anam. Selam dostlar. Dostlar bugün bizde battle, Ahmet de battle ауылдан Selam арнасы мен bizde bugün фиолетовыйдың қазақшасы күлгін ба қандай? Bugün ya күлгін. Күлгін түсті заттар аламыз. Кім 2000 теңгеге көп зат алады. Ал Ахмет сәттілік Магнумға келіп тұрмыз. Ал Ахмет енді фиолетовый затқа примерно не алам деп ойланып келе жатсың. Milka. Milka, иә. Сосын Сразу ли? фиолетовый түс не бар тағы да? Тағы да Milka сияқты ғой точно. Маған енді Milka ғана оймай келіп тұр фиолетовый. Соға маған да. Барған соң көреміз қандай заттар бар екен. Кеттік. Иә, кеттік. Ал Ахмет баста келдік біз. Міне тұр ғой, мынау 177 теңге дейді кофе. Да, біреу алсай. Дағы біреу ал. Осыны алды. 170 деп есептей берейік, иә. Бола ма, болмай ма? Енді бұл жерде тек қана не ма? Кофе, чай на жерде. Шоколадтар. Там 200 грамм. 200 грамм. Иә, осылардан 134. Міне, тағы бар екен. 377. Натс дей ма? Фиолет аласаш? Аны? Не? 3 сат болды. Жүріп кеттің енді. Осы жерлерден көрейін енді. Майда заттар. 335. Иә, алайын. Мен мынандай алдық. 4 сат болды. Мына қымбат. Мына жерде мыналар қымбат, е? Қымбат сияқты. Мына жақта фиолетовый толып тұр, мына Milka. Но бірақ ол қымбат болып кетеді. Қарап көрейік, если что. Аласын біреу. Алатын түк болмай жатты, е? Фиолетовый деген қиындау екен ғой, е? Фиолетовый. Мұны фиолетовый, бірақ ол да қымбат. 400. О, мына жер күшті болып тұр. Яғни күшті фиолетовый. Мына жақтан фиолетовый, Ахмет. Қасына шоколадыңды ұстап тұр. Фиолетовый. Алайық десек 1400 теңге. Қымбат. 400 берсе? Мына жерде жоқ, ә? Мына жерде жоқ. Ахмет науш. Ойбай нау, не авардан бұқпаған, Alpen Gold. 289 теңге дейді. Точно соның бағасы ма? 500 болады. Скидка болып жатыр екен, ал онда дағы. Қандай алдым? Alpen Gold алды. Достар, сіздер ақшасын есептеп отырыңыздар. Біз примерно алып жатырмыз. Қазір сосын есептейміз, иә? 2000-нан асып кетсе, біреуін алып тастаймыз. Мына жерлерде фиолетовый, мынау бірақ қымбаттау. 222 тұр екен. Қандай? Давай ол. 222 теңге. Milka деген. Көп болып жатқан сияқты, е? Иә. Нет, там есть другой чизбук. Ана жерде не бар? Каша. Неге қымбат қой? 300 теңге каша, не? Кішкентай іші. Кішкентай вообще қымбат. Шоколадтардан көрейікші. Мынау ше. Оған жаңа екен. 190, күшті болды. Давай. Қанша болды? Даныш? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. 7 зат болды. Біз санамай В общем, біз ақшасына қарамай алып жатырмыз. Қазір оның ақшасын есептейміз. Азан-азан зікіл потом шығаратынын шығарамыз, шығармайтынын қалдырмыз. Иә, сөйтеміз.
Так, çok bakın dedim. Мына фиолетовый түс. Вау, фиолетовый. 599. Bu қымбат. Мынау да қымбат даже. 959 теңге. Май, шай алмаймыз ба? Тек қана шоколад аламыз ба? Мына жақтарда жоқ, Ya. Макарон, сондай ғой. Тек қана жейтін заттар ма екен или жемейтін заттарды алса бола ма екен? Сұрап алмаптық қой, Үшілден қарап көрейік енді майда шүйде. Мынау тұр ғой фиолетовый, не ол? Kaşa. Каша ма? Mana. Мынау каша ма? Күріш каша ғой. Бұл көрейік енді. Мындайлар алайық та. Фиолетовый кездеспей жүр. Biz su kızı koyalım. Соқтан көрейік, иә. Кеп соқтан көрейік. Мынандай шалбар киіп алмадың ба, фиолетовый? Anne çok olmam diye. 9 теңге. Мынау бар, фиолетовый. 9 теңге дейді ғой бірақ. Yok. Қымбат қой, иә? Иә. Или жете ме екен? Çok kımaz. Қымбат болып кете ме? Bізге жеңіл береді. Жеуің керек, иә. Алдында Ахмет Старханмен шыққан кезде ақшаның көзіне қарамай ала салған өзін жегісі келген нәрсені. Алса енді біреу. Ayçin. Кеттік ал тағы қарап көрейік. Мындай кассадағыдан көрейік осы жерде майда нәрсе болу керек арзан. Ya. Мынаушы, или алдың ба бұны? Мынаушы, бұны да алдың ба? Çok almadık onu. 235 теңге тұрады. Или оның бағасы басқа ма? Sol. Бақ, Birge tur koyuyoruz. оның бағасы басқа болу керек. Кеттік онда былай қарай тағы да. Мына рядқа түсейік. Мына Böyle koyduk. мынаның бәрі не чипсилар, бірақ ол қымбат. Мына жерде сок көрсек болады. Мынау қандай не сок? Өрік дейді. Ойбай, мен бірінші рет көрдім. O şöyle tur. Не, мен мынаны бірінші рет көрдім. Жаңадан шықты ғой. Кім көрді? Комментария жазып кетіңіздер. Мына жерде енді сулар. Қазір көреміз енді, иә? Осыны өзім бір есептеп алайық. Қанша болды екен? Ал достар, біз есептедік. Ол бізде ровно 2099 теңге шықты. Мына біз қанша алған күштен Ахметтің бір зат, 2 зат, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зат болды. Ахметте 8 зат болды. Сәлемде қанша болды екен? Ал достар, мына фон тура Ахметтің видеосына арналған екен. Фиолетовый болып тұр. Videosunu енді Ахмет осы жерде аяқтайды. Dostlar ben 8 zat aldım. Alda sırayım birge göreyik. Кеттік ал достар. Ахмет жеңет деген ойдамыз енді 8 зат алды. Ал кеттік ауылдан сәлемнің каналына неше зат алды екен. Кеттік достар. Осымен біздің видеомыз. Пока.